Келесі иллюзия, әйелдердің еркектер жайлы иллюзиясы. Бұл еркек маған бәрін должен. Еркек маған, вот қараңыздар, кішкентай кезінен қыз ойлайды. Менің ең бірінші мақсатым, ең маңызды мақсатым қалай да болса тұрмысқа шығу. Алдындағы видеода айтып өткендей, әр адамның өзінің потенциалы бар. Өзінің тұла бойында бір өзінің жабық өзегі тұрады. Сол жемчужинка деген едік қой, иә? Оны ашу маңызды. И сол ядроның ішінде, сол өзегінің ішінде тұрмысқа шығу, өзінің сүйікті ісін табу, өзінің жолын табу, таланттарын ашу, өмірге сүйіспеншілігін ашу, просто рахаттанып өмір сүру деген сияқты көптеген программалар, өзінің потенциалды программалары бар. Бірақ әйел ол туралы білмейді, қыз білмейді ол туралы. Оның ойы бізді еще сезуге ешкім үйретпеген ғой. Біздің культурамыз, біздің вообще жер әлемдегі культура в основном ойға берілген. Ойлау керек деп. Денені қолдану туралы ешкім ешнәрсе білмеген. Бұл енді ашылып жатқан программа. Сол қыздың ойы бойынша ол қалай да болса тұрмысқа шығу. Тұрмысқа шыққан кезде ол не деп ойлайды? Рас менің ең маңызды мақсатым орындалса, мен вот тұрмысқа шықтым, орындалды. Енді оның ішінде қажеттіліктер бәрібір сезіледі ғой, басқа қажеттіліктер, сол тұрмысқа шығудан басқалары. И ол ойлайды, енді осы еркек маған қалған бәрін беру керек. Мен ең бастысын істедім, үй жайма қарап жүрмін, бала туып жатырмын, енді басқа нәрсені еркек әкелсін. Еркек мені бақытты қылу керек. Сол емес па ең маңызды мақсат әйелдің? Вот еркекті табам, сол кезде мен бақытты болам. Осы ең үлкен иллюзия. Еркек болса ғана әйел бақытты. Еркек болмаса әйел 0. И вот, еркек табылды. Қане енді мен бақыттым. 1 жыл тұрмыста болады, 2 жыл, 3 жыл бала туылды, бір бала, мақұл бала туайыншы, бақытты болатын шығармын. Гормонның арқасында 2 жылдай бақытты болады. Одан кейін келесі бала, 3-ші, 4-ші бала. Одан кейін, ал қане мен бақыттым. Бақытты емеспін мен. Бала маған бақыт әкелген жоқ. Еркек маған бақыт әкелген жоқ. Қане бақыттым. Сөйтіп, шоке болады әйел. Бақыт жоқ. Бақытты еркек әкелмейді екен. Содан кейін әйел ойлайды. Значит, мен не за того замуж вышла. Значит, бұл еркек дұрыс еркек емес. Мен анау әлгі университетте артынан жүрген балаға тие салу керек едім. Вот сомен, наверное, бақытты болар едім. Или анауысымен бақытты болар едім. Қап, дұрыс еркек таңдамаппын ғой. Сөйтіп ойлайды. Хотя дело еркекте емес вообще. Әйел өз-өзін бақытты қылуға, тұрмысқа шыққанға дейін үйрену қажет. Кез келген адамды бақытты ететін бірақ адам. Ол өз-өзі. Ешкім сырттан бақытты әкеле алмайды сізге. Бала болсын, ата-ана болсын, президент болсын, күйеу, әйел болсын, ешкім бізді бақытты қыла алмайды. Это как, егер адам бақытты болмаса, это как пустой құдық сияқты. Пустой құдық несі? Астында дносы жоқ құдық. Ішіне не құйсанда жоқ болып кетеді. Не құйсанда недовольный болады, аз деп ойлайды. Анау Пушкиннің сказкасы бар ғой, золотая рыбка туралы. Сол жерде шал кемпірге неше түрлі желанияларды орындайды ғой. Бірақ әйелі, сол кемпірі вечно недовольный болып жүреді. Неге? Потому что өз-өзін бақытты қыла алмайды. Ол ойлайды, маған мынау шал бәрін әкелу керек, маған анау алтын балық бәрін әкелу керек.
сондай өзінің өр көкірегі соншалықты өсіп кеткен, бәрі маған должен деп ойлайды. Вот бізде де солай, әйелдердің көбісі сондай иллюзияда отырады. Маған еркек әкелу керек бәрін. Еркек әкелмесе, значит бұл жаман, нашар еркек. Басқасын табу керек еді. Мақұл, таппадым, енді ажырасуға кеш, өзім-ақ табам деп, одан кейін әйел не істейді? Бәрін өзінің қолына алады. Бизнес-вумен болады ма, или 2-3 жұмысқа тұрады ма, әйтеуір өзім табам дейді бақытымды. Табады ма, соңында бақытты таппайды. Вроде бәрі бар. Табысы бар, балалары бар, күйеуі бар, бірақ денсаулығы жоқ уже. Желаниялар қалмаған, секса нет в жизни уже со своим мужем. Ну, может, любовниктер пайда болатын шығар, не знаю, то не у всех любовник бар, не у всех батыл жетеді ондай нәрсеге. И самое главное, ішкі гармониясы жоқ. Іштей өзін бақытты сезінбейді. Өмірі бір түрлі өткен сияқты. Өмірі бостан-босқа өткен сияқты. Бірақ әйел өз-өзін успокаивать етеді. Ну, хотя балдарым тудым ғой. Үй жайым бар. Қандай болса да күйеуім бар ғой, әйтеуір ажырасқан әйел емеспін. И ничего, что уже 25 лет секса у нас нету. Как последнего ребенка сделали, и все, содан бері секс жоқ. И ничего, что он такой пьющий. Әйтеуір бір жүрген слабак. Зато үй жайым бар. Зато я мать семейства. Зато вон немерелерім туылып жатыр. Вот. А ол еркек неге слабак? Он слабак емес. Оны слабый қылған кім? Әйелдің өзі. Потому что ол еркекке сенімділік болмаған. Ол еркекті сүю болмаған. Іштей. Ол еркекке не үшін тиген? Ол еркек мені бақытты қылу керек. Ол еркек менің мақсатым, менің сүйіктім емес, менің жан досым емес. Ол просто жүрген мақсат. Вот осындай ситуация болмас үшін қыздарға айтатын жолдауым, тұрмысқа шыққанға дейін өз-өзін зерттеу, өзінің өмірін зерттеу, қызығушылықтарын зерттеу, әр нәрсенің дәмін тату. Әр нәрсе деген кезде мен сау нәрселерді айтамын. Сау нәрсе бұл, мысалы, биге қатысу. Өзің, мысалы, биге қызығушылығың болса, түрлі билерді көру, тілдерді үйрену, спортпен айналысу, түрлі өзің қызығатын сабақтарыңды дамыту, университетке бару, адамдармен танысу, қандай адамдар болады екен әлемде, түрлі жұмыстарды көру, әртүрлі жұмыстарды. Өз-өзіңді зерттеу. Өмір деген не? Біз өмірге не үшін келдік? Өмірді зерттеу үшін келдік. Өмірде өзімізді табу үшін, даже табу емес, өзімізді ашу үшін осы өмірге. Өмірмен қарым-қатынас құру үшін келдік. И когда қыз назарын өз-өзіне аударған сәтте, өзінің өміріне аударған кезде, өзінің қызығушылықтарына аударған кезде, осы сәтте рухына сай, ішкі дүниесіне сай, жанына сай адам табылады. Өзімен өзі табылады. Құдай көріп тұр ғой бәрін. Құдай айтады, ойлайды. Мынау қыз өзіне қызығушылығы мол екен. Мынау қыз күнде с удовольствием азанда тұрады екен. Өміріне қызығушылығы асып баратыр. Көп нәрсені білгісі келеді. Өз-өзіне көп нәрсені бергісі келеді. Өз-өзін сүйеді екен. Бұл қызға жақсы жігіт керек. Өзі сияқты, өзіне сай, өзіне ұқсайтын жігіт керек қой. Кән тауып берейінші мен бұған деп. Сый береді, сондай сый береді. А если қыз жігіттің артынан жүгіріп жүрсе, жігіттердің артынан, ойбай, менің
Часики-то тикают. Уақытым өтіп бара жатыр, туамай қаламын. Бұның бәрі иллюзия. Иллюзия. Кез келген асығыстық бұл да иллюзия. Біз асығып бара жатқан кезде қалайда болса күйеуге тию керекпін деген тема. Бұл өркөкіректік. Бұл Құдайға айтқан. Құдай, сен берген өмірін маған қызық емес. Маған жігітті әкел, тауып бер жігітті. Маған жігіт керек. Вот, осындай әңгіме бізде Құдаймен. Сен маған, Құдай да еркек болса, еркектер маған должен ғой, значит, Құдай да маған должен. Не деген өркөкіректік? Құдай қазіргі сәтте, мысалы, сіздің жігітіңіз болмаса, күйеуіңіз болмаса, бұл не деген сөз? Құдай сізге өмір сыйлап тұр, бос уақыт сыйлап тұр. Бос уақытыңды өзіне жарат деп тұр. Өз-өзіңді өзінің көз алдында аш дейді. Вот. Бүгінге осы. Достар, қыздар. Сұрақтарыңыз қалса, астында комментарийге жазсаңыздар болады. Егер консультацияға жазылатын болсаңыздар, Инстаграм арқылы жазылуға болады. Сонымен қатар осы тақырыпты, наверное, көреміз. Может быть, тағы да ашатын шығармын. Қиын тақырып негізі, прям энергетически қиын болды ең басында ашуға. Жақында тағы да еркектердің қыздар туралы фантазиясын тоже түсірем. Еркектерде де фантазия көп. Әйел қандай болу керек, қыз қандай болу керек деген сияқты. Егер видео қызықты болса, ұнаса, тағы да осындай видеоларды көргіңіз келсе, лайк басып, каналға қосылуыңызды шақырамын. Егер жеке сұрағыңыз болса, көптен бері жауабын іздеп жүрген сұрақтарыңыз болса, видеоның спонсоры бола аласыздар. Барлық ақпарат Инстаграмда бар. Бүгінге осы. Келесі көріскенше сау болыңыздар.